Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Қазір мен марқаның етінен тамақ жасайын деп жатырмын ауызашарға. Анам бұған тұз бұрыш, пияз қосып, біраз тоңазытқышта тұрған ет. Сол міне жібіген. Қазір мен бұны мұндай афган қазанында тамақ дайындайтын боламын. Бұл қазанның ерекшелігі ішіне барлық тамақтарды салғаннан кейін ет, көкөністерді қатты бітеп жауып тастайсыздар. Міне, өйткені оттың үстіне қойғаннан кейін бұл өте ішінде ауасы өте қысымы жоғары болады. Тамақты алу үшін мына екі шетінде екі клапаны бар, сол жерден ыстық ауаны шығарып, сосын бірақ мына брандыны ашып, қақпағын аша аламыз. Егер де біз мына клапанды ашпай, ішіндегі ыстық ауаны шығармай, осыны бұрап ашатын болсақ, бұл атылып кетуі мүмкін. Өйткені ішіндегі қысым өте жоғары болады. Температурасы да өте жоғары. Бұл нағыз шойыннан жасалған қазан. Тамақ пісіргенде жаңағы зиян келтірмей, пайдасы көп болады. Тамақты осындай қазанға пісірген дұрыс. Енді негізгі қосатынымыз бізде марқаның еті маринадталған, картоп, сәбіз, сарымсақ, пияз және ең алдымен пиязымызды дөңгелетіп турап шығамыз. Бұнда жіңішке туралудың қажеті жоқ. Осылай жуан етіп турасаңыздар жақсы болады. Бұл бізде луковая подушка дейді. Бірінші пиязды төсейміз. Сосын үстіне етімізді саламыз. Міне турап салған, тураған пияздарымызды осылай түбіне жайып шығамыз. Енді ішіне етімізді саламыз. Бұған май қосудың қажеті жоқ. Етімізді салдық. Енді шамалы сәбіз салуға болады. Қызанақ, болгар бұрышын салсаңыздар да болады. Сарымсақ. Және картопты турамай салуға болады. Өйткені жоғарғы температурада қазір ол туралған картоптарымыз езіліп кетуі мүмкін. Мындай үлкендерін ғана былай бір-екеуін турадым. Міне осындай үлкен бөліктерге туралған орам жапырақты үстіне саламыз. Және картоптың үстінен шамалы тұз сепсеңіздер болады. Негізі еттің тұзы бұрышы бар. Мен бұған 1 грамм су қоймаймын. Осылай шабамыз қазір. Мықты бұрау керек. Сосын отқа қоямыз. Мына газды мен қатты отқа қойдым. Жаңағы пышылдаған дауыс естіледі ғой, қуырылып жатқан пияздың дыбысы естілген кезде сәл отты орташа отқа қоямыз. Немесе осы отта да тұра берсе болады. Енді бұны біз 2 сағат бойы осы жерде ұстаймыз. Бетін ашпаймыз. Осы жабық күйінде 2 сағат піседі. Мына оттын сөндірдім, бағана жарты сағат бұрын. Сол енді клапандарды осылай ашып, ішіндегі бүкіл ауасын шығарамыз. Мен енді жарты сағат уже тұрғаннан кейін, ол өзі жаймен шығып кетті. Ыстық бар, ыстық ауасы. Енді осылай барлық ауаны шығарып болғаннан кейін, мынаның үстін осылай ашамыз.
Сорпасы міне жарты қазан сорпа. Еті жөп жұмсақ болып піскен. Езіліп кетті.